бойынша сабағымызды бастаймыз. Егер бір-бірімізді қолдаймыз десек, бір рет қол шапалақтайық. Бір-бірімізге көмек береміз десек, екі рет қол шапалақтаймыз. Бір рет еңбек етеміз десек, үш рет қол шапалақтаймыз. Ал балалар бастайық. Бір-бірімізді қолдаймыз ба? Бір-бірімізге көмек береміз бе? Бірігіп еңбек етеміз бе? Өте жақсы. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Манап Қалиға қандай сыйлық әкелді? Манап Қалиға көк түсті костюм шалбар әкеліп берді. Бірақтан ол Қалиға сыймағаннан кейін, ол Қалидің размері 48 болған. Бірақтан Манап оған 46 әкелгеннен кейін ол оған сыймады. Әйел оны күтіп алды. Ол алдында тұрған орындықты нұсқады, және ол Манапқа сұрақтар қоя бастады. Қалай келдіңіз? Жолдан қалай аман келдіңіз ба? Үйім тайыңыз деп сұрайды. Жақсы, жарайсыңдар. Манап кім? Ол қайда келді? Қандай мақсатпен? Манап ол Қалидың ағасы. Ол балалар үйіне келді. Не себепті келді? Ол інісін алып кету үшін келген. Манап інісі Қалиді іздеп келді, иә? Жақсы. Сабақты әрі қарай түсінікті болу үшін мен сіздерді топқа бөлдім. Бірінші аға тобы, екінші іні тобы сіздер, үшінші бауыр тобы. Үш топтарға мен қазір сұрақтар беремін. Сол сұрақтар бойынша өздеріңіз топсырып қорғайсыздар. Мен диаграммасы арқылы Манап пен Қалидің қасиеттерін жазып, салыстырып, осындай қасиеттегі адамның өмірдегі орны қандай екенін түсіндіремін. Кірісе беріңдер жұмыстарына. Келесі үшінші топ. Үшінші топ, өзіңіз таңдау жасаған бір кейіпкерге хат жазыңыз. Хатта кейіпкерден алған әсеріңізді жүйелі жеткізу үшін төмендегі кестеге негізге ала отырып, төмендегі кесте берілген, сол кестені негізге ала отырып, сол посылды қорғайсыңдар. Бірінші топ балалар аға тобына айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас. Сіздер осы сұраққа жауап бересіздер. Келесі, екінші топ. Іні тобы. Оқып шығыңызшы еркек. Інісі бардың, тынысы бар, ағасы бардың, жағасы бар. Ағасы бардың, жағасы бар. Оның мағынасы қандай екен, балалар айтып жібереміз ба? Інісі бардың, тынысы бар, ағасы бардың, жағасы бар дейді. Ал Санжыр айта ғой. Мысалы, інім бар болса, өмірім жақсы өтеді. Ал ағаның бар болса, мысалы, саған біреу тиіскенде сен қорғайсың. Қай кезде де қорғайды, иә? Жақсы. Келесі үшінші топ. Малы бар, жалғыз жарым жігіттің шықпас жаны бар дейді. Яғни бауыр деген қандай? Қалай ойлайсыңдар? Бауыр деген қандай болу керек? Жақсы. Олай болса, мен қазір тапсырмаларымды беремін, сол бойынша постерді қорғаймыз. Диаграммасы арқылы Манап пен Қалидің қасиеттерін оларды салыстыра отырып жазыңдар. Бізде диаграммасында Манап Алға кімшін сақтаймыз? Манап Қалидің ағасы. Манап қазақша сөйлейді. Қали орыс тілінде сөйлейді. Қали бала үйінде өскен. Қалидің жасы 13 жаста. Манап колледжде оқиды. Жақсы. Ал екеулерінің Ортақ белгісі қандай екен? бір арадан шыққан. Өте жақсы. Сол сұрақ ойымызда.
Ya ikisi bawa. Халиді жазып жатырмыз ба балалар? Болсаңдар айтыңдар, қорғай берейік. Халимен кімге ғана? Тапсырма қандай еді? Топтық тапсырма? Графикалық органайзер. Толтыру, иә? Жарайды. Біз Хали кейіпкерін алдық. Ол спортпен айналысады. Оның көңілі мамаппен кездесуде сесенбеді. Қарсыға жауын сұрай қоймайтын бала. Оның сөзі «Здравствуйте, дяденька, как живете?» Яғни тілі орыс тілінде, орысша шыққан, иә? Ал оның бет әлпеті көз қара шашты, ұсақ бұйра шашты бозбала. Жақсы, отырыңдар. Сабақты қорытындылау бойынша дұрыс ойынын ойнаймыз. Олай болса, Халидің ағасы маған қол көтеріп жауап берейікші балалар. Халидің ағасы кім? Халидің ағасы Манап. Дұрыс па балалар? Иә. Келесі, Халидің фамилиясы? Халидің фамилиясы Сүрекелді. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Хали ән айтып би билегенді ұнатады. Ол не болуды ұнатады? Яғни әскери адам болғанды ұнатады, иә? Спортпен айналысы. Дұрыс деген, иә? Келесі, ойнайтын да, қайнайтын да спорт залымыз болса. Балалар қазір жаттығып жатыр. Орындықта тізе тұрып, қоса тұрмыз. Мен Халиді естіп шығайын. Кімнің сөзі? Бәрін айта қой. Кімнің сөзі екен балалар? Директордың сөзі, иә? Жақсы. Тығыз қара шашы, ұсақ бұйра, қол аяғы қаралып қалған кең етті болмаса да ешкімнен қарызға жауын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақсұр бала. Кім? Кімнің портреті? Айта қой. Халидің. Дұрыс па балалар? Ту, Эльжбета Сергеевна, сіздерді жаңа ғана тырыстырып қандай? Көп нүктенің орнына керекті сөзді тауып жазайық балалар. Біріншіні таптыңдар ма? Ал айта қояйын. Келетін шығармын деді Манап ізінше. Естіді не Қали күшке барды. Баспалдаққа екі айы ап ырғып шығып күш болды да қолын бұғады. Күлімсіреп еді үстіңгі жүрінің сол жақ құйрығы шапши. Балалар, үйге тапсырма, бауыр бәрінен қымбат тақырыбында эссе жазамыз. Биыл құрылыс отрядына барып едім. Жарайды, үйге. Балалар, сабақ жақсы өтті, сабақ аяқталды. Олай болса балалар, сабақтың жақсы өткеніне данышпан үкі арқылы кері байланыс береміз. Мен сіздерге мынандай телефон таратып беремін. Осыған пікірлеріңізді жазып, мына қалташаға сала қойыңыздар. Маған бәрі түсінікті, мен әлі де түсінбеймін, және мен ештеңені түсінбедім деген сұрақтарға жауап жазасыздар.
Thank you.